Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен дыбыс және әріп 4-ші сабағын жалғастыратын боламыз. Кешегі сабақта айтып өттік, қазақ тілінде 42 әріп бар екенін, дауысты дауысқа бөлінетінін барлығын қамтыды. Енді бүгінгі бірінші жаттығуға қараймыз. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Алғашқы қар. Алақай, қар жауды. Сырғанақ тебеміз. Білмейді шаршауды. Шыныққан денеміз. Шығамыз далаға, соғамыз аққала, мінеміз шанаға, күлеміз шаттана. Өлеңнің авторы Дәркембай Шоқпарұлы. Енді бізден бұл жерде өлең не туралы айтылған деп сұрап тұр. Қыс жайында айтылып тұр, балалар? Қар жауды, сырғанақ тебеміз, денеміз шынығады, далаға шығамыз, таза ауа жұтамыз және аққала жасаймыз, шанаға мініп, шаттана күлеміз деп тұр. Келесі сұраққа назар аударайық. Қар, сырғанақ сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар? Бұны балалар біз жақсы білеміз, Қар сөзінде бір дауысты дыбыс және 2 дауыссыз дыбыс тұр. Сырғанақ сөзінде 3 дауысты дыбыс және 5 дауыссыз дыбыстан тұрады екен. Балалар, мен сендерге алдыңғы сабақта айтқанмын, қанша сөзде дауысты дыбыс болса, сонша буын болады деп. Қар сөзінде бір ғана дауысты дыбыс тұр, сонда ода бір ғана буын болады екен. Сырғанақ сөзінде 3 дауысты дыбыс тұр, сондықтан ол жерде 3 буын болады екен. Естен шығармаймыз, олай болса екінші жаттығуға назар аударайық. Сөздерді көшіріп жаз дейді. Сөздерді көшіріп жазас бұрын жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде қандай сөздер берілген? Бұл жерде қар, жар, тар деген сөз білдіріпті. Бұл жердегі 3 сөз 3 мағынаны білдіріп тұр. Себебі алдыңғы дыбыстары өзгеріске ұшыраған, яғни Қ, Ж, Т әріптері. Енді келесі сөздерді оқиық. Қыз, қас, қос. Бұл жерде ортасында тұрған дауысты дыбыстар өзгеріске ұшырағандықтан, бұл жердегі 3 сөзде басқа мағыналарды білдіріп тұр. Топ, доп. Бұл жерде де алдыңғы дыбыстары өзгеріске ұшыраған. Енді мұнда сұрақ қойылыпты, сөздердің мағынасы неліктен өзгерді деп ойлайсыз? Мен жаңа ғана айтып өттім, алдыңғы тұрған дыбыстардың өзгеруіне байланысты сөздер түрлі мағынаны білдіреді. Олай болса, енді 3-ші жаттығуға назар аударайық. Бос орындарға дауысты дыбыстарды қойып, сөздерді құрап айт деген. Бұл жерде Г және Л әріптер тұр, бұл жерден сөз шығу керек, дауысты дыбыс. Сонда біз бұл жерге дыбысын қоятын болсақ, гүл деген сөз шығады. Гүл, доп, бас, алма, арба, алша, аман, ерік, есім деген сөздер шығады екен. Олай болса, дәптермен жұмысқа көшейік. Бірінші жаттығудағы Б әріпін көркем жазып шығамыз. Одан кейін екінші жаттығуды қар, жар, тар сөздерін көшіріп, дәл кітаптағыдай бас әріппен азат жолдан бастауды, көлбеу жазуды ұмытпаймыз. Енді 3-ші жаттығуға қараймыз. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, мағыналы сөз жаса және көшіріп жаз дейді. Бұл жерде аз деген сөз қойылыпты. Енді бұл жерге Қ әріпін қойсақ қаз болады екен, Ж әріпін қойсақ жаз болады екен, С әріпін қойсақ саз болады екен. Сонда бізде қаз, саз, жаз деген түрлі мағынадағы сөздер шықты. Олай болса, келесі жаттығуға қараймыз. Әр жолдағы сөздерде кездесетін ортақ дыбысты тауып астын сыз деген. Яғни бұл жерде айтып тұрғаны 3 сөзде бар әріптерді тауып астын сызамыз. Қане балалар, назар салып қарайықшы. Қырық сөзінде Қ сөзі, қыз сөзінде Қ сөзі, қырман сөзінде Қ сөзі кездесіп тұр. Екінші сөздерде тарақ, кері, қара сөзінде Р дыбысы тұр екен. Олай болса балалар, келесі кездескенше менің каналым ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.